Şöyle konuş. Yok, alıp geldim. Kim diyor? Şöyle konuş. Aka, açıp koysayız, ne var ki? Çıkarsan şimdi. Al, tutayımız Hakkı. Yıktı. Biz Balaşağımыздың несібесі деп біліңіз, мына жерде жиналып отқан халық дәл сіздің қуанышыңызға келіп отқан Нұрзаттың ағайын туыстары, Харекет қорының адамдары. Бұйырса енді Харекет қорының күлкімен. Hareket Kaynuk Konu'nun 493. baskanası. Қуаныштың көз жасы негізі біраздан бері болмаған деп ойлаймын. Өткенде бүгіннен бастап енді өміріңіз тек қуанышқа толы болсын, алып жатқан үйлеріңізде тек қана қуаныш болсын, той болсын, бала-шағаңыздың қызығы тек сол үйде өтсін. Жыламаңыз. Анасы келіңіз, тез, көке келіңіз, Мырза болың осы тойлардан тойлар жақсылықтар болсын. Нұрзат баламыздың әкесі бұл кісі. Нұрзат деген балаларыңыздың анасы. Қуаныштың той жасы шығар, болсын үлкен, міне Құдайдың несі бала-шаға. Рахмет Харекет қорына. Осы. Отырып сөйлейміз, отырып. Рахмет, Алла разы болсын, бақыттамыз. Мен ойламадым ондай үлкен сый болатын. Шай десе кәдімгі шай екенсіз. Барлықтарыңызға Алла разы болсын. Үлкен рахмет. İşinde göreyim. Hadi yetişki böyle. Hadi geldi. Oğlum okuyasın tekrar var mı? Kan? Allah razı olsun. Бақытты болыңдар. Рахмет сіздерге бәріңізге. Осы. Рахмет, Алла разы болсын балдар. Sizde ne alған әкеміз осы. Жақсылық кетеді, осы жақсы. Қыста жылы ма? Қыста жылы ма? Жылы. Өзіңізге от жақты болсы ғой? Менде котел бар. Болды. Котел, газбен котел. Жылы, мынандай батарея өткізіп алдым. Бұрын мынандай пеш болғанда. Қатырыңыз бар екен ғой. Онда котел өткізіп алдым. Рахмет, үлкен. Алла разы болсын. Андай үйгөрдікке дүнге келіп жатыр екенбіз деп жатқан Рахмет. Рахмет, Алла разы болсын барлығыңызға. Бір балам оқуға кетті. Айтты. Ақсеңіз өткен ол Түркияға оқуға түсті. Қарылыққа. Сіздің оңыз бар ма? Машалла. Рахмет, өзіміз деп. 11-ші класс бітірген бе? Жоқ, 9-ды Тоғыз бітірген бе? 9-ға шейін медреседен оқуды қатар алып кетті. Алла разы болсын барлығыңызға. Менен қайтпаса да балдардан қайтсын. Рахмет үлкенді. Екеуінен жарығын берсін сіздерге. Біз әпке жай себеп көріңіз ғой. Ол да Алланың арқасында. Адамның еңбегі бұл жерде. Рахмет. Мыңдаған адамның көңілі бар. Жай ғана себеп көріңіз, ақтауға беріп. Әйтпесе бізде де қаншама адамдар бірақ үнемі қана сайын таңғалып өйткені әр неде бір күтпегенде аяқ астынан. Қарасам алдында да бір отбасы осылай үйленбек деген кезде де ол бүйтіп ұлы мешітте сабақ алып жүрген екен. 7-ші класс бала. Сол каждый дұғасында қосатын дейді, өзіміздің жеке үйіміз болса екен деп. Алла тағала соның дұғасын қабыл еткенде түнгі 11-де шешілді да, әйтпесе біз көп нәрсе 1-2 ай алдын дайындалапса, ол кісінікі түнгі 11-де берілуі керек, осы отбасын көрділер дейді.
Ол ертесі күні барлық проблема шешіледі да, осылай тасталады. Мен сіздердің де қазір таң қалып отырмын да, Алла Тағала мүмкін болса ол қыздарыңыздың тағы бір шын жүректен тілеген дұға тілегі болып, қабыл етіп осындай. Енді бұл біз жай ғана себепкеріміз. Оның бәрі біз үшін де Аллаға шүкір осындай ортада жүргізгенімізге. Аллахым қалауымен. Жүргенде жүреккен бәрі жақсы болсын. Балаларыңыз өсіп өніп, бақытты болыңыз. Мына балалардың арқасында осындай үй сіздерге сыйлап беріп жатқан жақсылықпен болсын. Барлығыңа Алланың екі дүниеде де жақсылығы болсын. Рахмет үлкен екен. Екі дүниенің жақсылығы болсын барлығыңызға. Балам шапағатшы болсын сіздерге ана дүниеде осындай жақсылық жасап жатқанға. Адамға шапағатшы болады дейді ғой, соған әйтеуір ниетім қабыл болып жетіп осындай бізге қиыншылық көргеннен бастап осы күнге шейін жәрдемдесіп келген адамдардың барлығына шапағатшы Қуаныштан Қуаныш болу керек, болмау керек. Жақсылық, мына балаларыңыз өсіп. Осы үйге келіп сұрасыз ғой енді. 5-6 қашан қатынасың? Oğlum өсіп, кәне осы үйді сұрайық, одан да үлкен үй алады ол. Сіздерге ұқсап айтамын. Bir әйелдің көз жасын, bir ананың көз жасын, жетім балдардың көз жасын сіздердің де балдарыңыздың. İnşallah. Осы